Қайырлы күн, құрметті депутаттар мен сессияға қатысушылар. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзін басқару туралы Қазақстан Республикасының заңында сессияның төрағасы болмаған жағдайда оның өкілеттілігін мәслихат хатшысы жүзеге асырады деп жазылған. Сессия төрағасы депутат Темірхан Әлімқұлов дәлелді себептермен қатыса алмауына байланысты аталған заңға сәйкес оның өкілеттілігін жүзеге асыру маған жүктеліп отыр. Сонымен бірге, құрметті әріптестер, сессия жұмысы тікелей эфирден көрсетіліп жатқанын естеріңізге саламыз. Құрметті депутаттар мен сессияға қатысушылар, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзін басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 10-шы бабына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихатының кезектен тыс 35-ші сессиясы шақырылды. Сессияға облыстық мәслихат 29 депутатынан 21 депутат қатысып отыр. Сондықтан сессияны ашуға толық заңдық негіз бар. Құрметті депутаттар, сессияны ашу жөнінде қандай ұсыныстар болады? Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 35-ші сессиясы ашылсын деген депутаттардың дауыс берулерін сұраймын. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 35-ші сессиясы ашық деп жарияланады. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 35-ші сессиясына облыс әкімі Қуанышбек Досмайұлы Ысқақов, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары Бекмырза Қайыпұлы Еліман, Мұрат Бақтиярұлы, облыс әкімінің орынбасарлары, облыс әкімі мен мәслихат аппаратының, мемлекеттік мекемелер мен құқық қорғау органдарының басшылары және қалалық аудандық мәслихат хатшылары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сессия алдында өткен депутаттық фракция және тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында сессияның күн тәртібіне ұсынылған 10 мәселе қаралған болатын. Күн тәртібіне байланысты қандай ұсыныстар болады? Құрметті төраға, тұрақты комиссияның отырысында 6-7 сұрақтар қарастырылды. Осы 6-7 сұрақты келесі сессияның күн тәртібіне енгізілсін деген шешім қабылдадық. Сондықтан бүгінгі күн тәртібінен осы 2 сұрақты алып тастауыңызды сұраймыз. Құрметті депутаттар, онда тұрақты комиссияның ұсынысына сәйкес 8 мәселе сессияның күн тәртібінде қаралуға ұсынылады. Дауыс берулеріңізді сұраймыз. Қарсы, қалыс жоқ, күн тәртібі бекітілді. Құрметті депутаттар, сессия жұмысы осы бекітілген күн тәртібі бойынша және облыстық мәслихаттың регламентіне сәйкес жүргізілетінін естеріңізге саламыз. Құрметті сессияға қатысушылар, сөз облыс әкімі Қуанышбек Досмайұлы Ысқақовқа беріледі. Құрметті депутаттар, құрметті әріптестер, бүгінгі сессияның күн тәртібінде қаралатын негізгі мәселелердің бірі облыстық бюджеттің кезекті нақтылауын қарастыру. Өздеріңіз білетіндей, 2019 жылға арналған облыс бюджеті 239,2 миллиард теңге көлемінде бекітіліп, жыл ішінде 3 рет нақтыланып, нәтижесінде облыс бюджетінің көлемі 297 миллиард теңгені құрады. Бүгін біз облыстық мәслихат сессиясының қарауына 2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджетті 14,2 миллиард теңгеге нақтылауды ұсынып отырмыз. Енді осы бюджетті нақтылауға ұсынылып отырған қаржының құрамына тоқталсам. Республикалық бюджеттен облысымызға барлығы 8,7 миллиард теңге трансферт бөлінді. Оның ішінде ағымдағы нысаналы трансферттер 7,8 миллиард теңге, бюджеттік кредиттер 950 миллион теңге. Облыстық бюджеттің кірістері барлығы 2,6 миллиард теңгеге ұлғайту жоспарлануда. Бюджетті бағдарлама әкімшілерінен үнемделген пайдаланылмаған және облыстық бюджеттен бөлінген кейбір трансферттер 2,9 миллиард теңгеге қысқартылып, қайта бөлу жоспарлануда. Бұл қаржыларды облыстың кезек күттірмейтін басымды бағыттағы шығындарына жұмсау көзделуде. Ал енді осы нақтылаудың негізгі бағыттарына қосымша тоқталып өтсем. Біріншіден, республикалық бюджеттен бөлінген қомақты қаржылардың бірі мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге қосымша 5,1 миллиард теңге бөлінуде. Сондай-ақ 2019 жылдың 1 маусымынан бастап азаматтық қызметшілердің жекешелеген санатының жалақысын көтеруге қосымша 967,9 миллион теңге қаралуда. Еңбек нарығында сұранысқа ие біліктіліктер мен дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 1,1 миллиард теңге жоспарлануда. Және еңбек мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит бөлуге 950 миллион теңге қаралуда. Екіншіден, Қызылорда облысы Арыс қаласында болған төтенше жағдайдан кейін алғашқылардың бірі болып қол ұшын берген біздің Қызылорда облысы болатын.
Осы нақтылауда Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бағытында 425 миллион теңге және Түркістан қаласындағы халыққа қызмет көрсету кешенінің құрылысына 1 миллиард 92 миллион теңге қаралуда. Облыс бюджеті өзінің әлеуметтік бағыт-бағдарын сақтап келеді. Денсаулық сақтау, білім, спорт, мәдениет салаларына 878 миллион теңге бағытталуда. Сырдария өзенінің сол жағалауын игеріп, дамыту мақсатында жалға берілетін 8 тұрғын үй құрылысына барлығы 485 миллион теңге бағытталуда. Облыс орталығын дамытуға Қызылорда қаласы бюджетіне 511,1 миллион теңге бағытталуда. Мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында 4 жобаны мемлекеттік міндеттемелерін орындауға және 2 жобаны консультативті қолдауға және олардың конкурстық құжаттарын сараптамадан өткізуге 464,7 миллион теңге бағытталуда. 2019-2020 жылдарға арналған жылу беру маусымында бюджеттік мекемелерді және кәсіпорындарды үздіксіз жылумен қамтамасыз ету бағытында 318 миллион теңге жоспарлануда. Қолдауларыңызды сұраймын. Құрметті депутаттар, әріптестер, енді аймақтағы соңғы уақытта орын алған қоғамдық саяси маңызды шараларға тоқталып өтуге рұқсат етіңіздер. 20 шілдеде Байқоңыр қаласында жұмыс сапарымен болып, онда Роскосмос мемлекеттік корпорациясының бас директоры Дмитрий Рогожинмен кездестім. Және қаладағы бірқатар әлеуметтік нысандардың жұмысымен таныстым. Дмитрий Рогожинмен тамыз айының соңында Мәскеуде өтетін Байқоңыр кешені бойынша үкіметаралық комиссияның 6-шы отырысында облыс әкімдігі тарапынан ұсынылған мәселелерді енгізу жайын талқыладық. Сонымен қатар Байқоңырдың ұзақ мерзімді даму бағдарламасына қол қою, кешенде еркін экономикалық аймақ құру, қала тұрғындарының баспанасын жекешелендіру, қалаға кіру тәртібін жеңілдету, коммуналдық қызмет тарифтерін төмендету және білім беру стандарттары бойынша мәселелерін бірге талқыладық. Өздеріңіз білесіздер, Байқоңыр қаласын дамыту, оның тұрғындарына әлеуметтік қолдау көрсету біздің басты міндетіміз. Бұл ретте осыған дейін өткен үкіметаралық комиссияның бірлескен отырыстарының нәтижесінде қаланың дамуына қатысты бірқатар жобалар жүзеге асырылды. Ендігі кезекте бұл жұмыстарды белсенді жалғастырып, Байқоңыр қаласының әлеуметтік экономикалық дамуындағы маңызды мәселелерді кезең-кезеңмен шешуді жоспарлаудамыз. 24 шілде 2 тамыз аралығында қала аудандарды аралап, аймақтардың әлеуметтік экономикалық даму жағдайымен және атқарып жатқан жұмыстарының барысымен таныстым. Іс-сапар барысында ауыл тұрғындарымен жүздесіп, олардың ой-пікірлерін, талап тілектерін тыңдап, аймақтың даму барысы бойынша өз ойларымызбен бөлістік. Атап өту қажет, қала аудандарды аралау нәтижесінде облыс әкімімен 31 тармақтан тұратын тұрғындар тарапынан көтерілген мәселелер бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді. Енді әкімдер тұрғындардың көтерген осы әлеуметтік, тұрмыстық, мәдени, рухани өзекті мәселелерін шешудің жолдарын қарастырулары қажет. Өйткені халықтың сенімі біз үшін қашанда маңызды. Сондықтан бұл тапсырмалардың орындалуы қатаң бақылауда болады. 3 тамыз күні облыстың көлік саласының құрылғанына 80 жыл толуы мерейтойын атап өттік. Шараға осы салада табысты еңбек етіп жүрген мамандар мен ардагерлер қатысты. Өздеріңізге белгілі, көлік саласы еліміздің экономикасы мен өндірісін байланыстыратын сала. Әрине, бұл салада біздің аймақтың ауыз толтырып айтар жетістіктері жетерлік. Осы жылдың өзінде жергілікті маңызы бар 200-ге жуық шақырым жол мен елді мекен көшелері және бірнеше көпір жөнделіп пайдалануға берілді. Және осы соңғы жылдар ішінде облыстың жол, әуе, теміржол қатынастары жүйелі жолға қойылды. 7 тамызда Нұр-Сұлтан қаласында іс-сапарда болып, Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Ұзақбайұлы Маминге облыстың әлеуметтік экономикалық дамуы туралы баяндадым. Сондай-ақ облысымыздың республикалық бюджет арқылы шешілетін мәселелері бойынша тиісті министрлермен кездестім. 9 тамызда құрылысшылар кәсіби мерекесі өтті. Сыр өңірі соңғы жылдары қарқынды құрылыс алаңына айналды. Бұл салада бұрын-соңды болмаған көрсеткіштерге қол жеткіздік. Республикада көшбасшылар қатарындамыз. Жалпы құрылыстың өркендеуін облыс орталығы Қызылорда қаласы аумағының кеңеюінен, аудан орталықтары, ауылдар мен елді мекендерге салынған әлеуметтік объектілер мен тұрғын үй құрылыстарынан анық байқауға болады. 14 тамызда Қызылорда облысына ресми жұмыс сапарымен республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрайымы Наталья Николаевна Годунова келді. Наталья Годунова іс-сапар барысында қала аудандардағы бірнеше әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысып, салаға қатысты мамандармен семинарлар өткізді. 17 тамызда сенбі күні президент тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Ұзақбайұлы Мамин Түркістан облысында жұмыс сапарымен келді. Арыс қаласындағы Қызылорда облысына тиесілі 268 тұрғын үй мен әлеуметтік коммерциялық нысандарды жөндеу, қайта қалпына келтіру жұмыстары толық аяқталды. Жалпы Қызылорда облысына 14 көше 268 жеке тұрғын үй, 5 әлеуметтік және 10 коммерциялық нысан бөлінген болатын.
268 тұрғын үйдің қайта қалпына келтіру жұмыстарына шатыр ауыстырып, терезе салынып, қабырға, еден, төбе жабындысын жөндеп, әрлеп сырланды. 20 құрылыс компаниясынан құралған 4 топта 100-ден аса жұмысшы жұмыс жасады. Bir үй және бір пәтер сатып алынды. Бұл жөнінде Асқар Ұзақбайұлына Түркістан қаласында баяндадым. Сыр құрылысшыларына және халқына қиын жағдайда қолдау жасаған үшін премьер-министр өз ризашылығын білдірді. Қысылғанды қол ұшын созып, қайғысын бөлісуге әзір сыр халқы, оның ішінде өздеріңізге Арыс қаласы тұрғындарына көрсеткен көмектеріңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Сонымен қатар үкімет басшысы Түркістан қаласында шығыс моншасының құрылыс жұмыстарымен танысып бірқатар тапсырмалар берді. Шығыс моншасының құрылысы қарқынды жүріп, жақын арада пайдалануға беретін боламыз. Премьер-министрге оның барлығымен өзім баяндадым. Кеше сенбі күні біздің осы мынау шығыс моншасы келесі айдың аяғына дейін толық бітеді. Үкімет басшысымен жүктелген міндеттер өз мерзімінде уақытылы және сапалы орындалатын болады. Осыған байланысты біздің тарапымыздан ешқандай мәселе жоқ. Облыс әкімінің орынбасары Мұрат Самұратұлы Ивандосов және басқарма басшысы Мұхаммедиса Әлшеріков құрылыс жұмыстарының жүргізілуіне басшылық жасап жүр. Құрметті депутаттар, алда мемлекеттік мереке Конституция күні қарсаңында қала аудандарда бірқатар нысандар ашылып, салтанатты шаралар өткізілетін болады. Халық қалаулысы елдің азаматтары ретінде аталған шараларға белсене қатысуға шақырамын. Баяндамам аяқталды, назарларыңызға рахмет. Рахмет. Құрметті Қуанышбек Досмайұлы, бүгінгі сессияға қатысып хабарлама жасағаныңыз үшін депутаттар атынан ризашылығымызды білдіреміз. Құрметті әріптестер, енді күн тәртібі бойынша сессия жұмысына кірісеміз. Күн тәртібіндегі 2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы 271 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау сөз Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Нұрғали Рахымшаұлы Қордабайға беріледі. Құрметті төраға, жаңа тұрақты комиссиялар мен депутаттық фракциясында жан-жақты талқыладық. Сол кезде депутаттардан сұрақтар болған. Енді хабарламаны қайта тыңдағанша сол берілген сауалдарға жауап берумен шектелсек деген ұсыныс бар. Ұсынысты қолдаймыз ба? Рахмет. Құрметті Қуанышбек Досмайұлы, құрметті төраға, құрметті депутаттар. Қызылорда облысы мәслихатының 2019-2019 жылғы бірлескен комиссия отырысының облыстық депутаттардың көтерілген сұрақтары бойынша қысқаша тоқталып кетейін. Облыстық білім басқармасына іс-сапар шығындарына 5,5 миллион теңге қарау жөнінде Райкүл Мансуровнаның ұсынысы болған. Бұл шығындар қолданды, шешім жобасына енгізілетін болады қосымша. Сонымен қатар Қызылорда қаласында Махамбет елді мекеніндегі нөмір 268 орта мектебінде 200 орынды қосымша ғимарат құрылысының сараптамадан өткізілетін жоба сметалық құжаттарын әзірлеуге 14,2 миллион теңге қолданды. Жосалы, Шиелі, Жалағаш, Тасбөгет кенттерінен және Ақай елді мекенінде салынатын дене шынықтыру, сауықтыру кешені құрылысын сараптамадан өткізілген жоба сметалық құжаттарын әзірлеуге 50,6 миллион теңге қолданып отыр. Қызылорда қаласында орталық алаңда стритбол алаңын жөндеу жұмыстарына 9,7 миллион қолданып отыр. Сонымен қатар Арал қаласында нөмір 2 облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының дарынды балаларға интернаты болып өзгеруіне байланысты арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру бюджеттік бағдарламасындағы мамандырылған білім беру ұйымдарына дарынды балаларға жалпы білім беру бюджеттік бағдарламасы ауыстыру мәселесі қолданып отыр. Ішінара өзгерістер енгізеді бюджетный программаға сәйкес. Құны 223 миллион теңге. Сонымен қатар депутат Нұрудин Егенбердіұлы Жаңғырған ауданы Жаңарға елді мекеніндегі 167-ші мектеп құрылысының жобасы сметалық құжатын жарамды мерзімі 2020 жылдың наурыз айына аяқталуына байланысты ескере отырып, құрылысын бастауға қаржы бөлінсе деген сұрау қойды. Бұл қаржыны алдағы болатын нақтылауды, болмаса бюджеттің 2020 жылдың бекітілген бюджетіне қарастыруды ұсынамыз. Сосын Жорабек Ибрагимұлы
елді мекендерді аяқ су мәселесі бойынша сұрақ қойғандығын, 11,8 миллион. Бұл елді мекен сумен қамтамасыз ету Қазалы, Жалағаш, Сырдария, Жаңақорған аудандарында. Бұнда алдағы бекітілген 2020 жылы бекітілген бюджетті қарастыруды ұсынамыз. Сонымен қатар жаңа күн тәртібінен Қызылорда облысының ауылдық жеріне жұмысқа берілген медицина және фармацевтика қызметкерлеріне бюджет қаражат есебінен әлеуметтік қолдау көрсету тәртібі мен мөлшерін айқындау туралы ережесі күн тәртібіне алып тастауына байланысты 25 миллион 326 миллион теңге қаржы осы нақтылауда қойылғандығын, сондықтан осында облыс әкімінің резервіне қайта бағыттау жөнінде ұсыныс жобасын ұсынамыз. Жалпы болды, я. Құрметті депутаттар, бұл мәселе жөнінде ұсыныс пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз бола ма? Қанағаттанарлық жауап алдық қой деймін. Алдағы уақытта бюджетті қалыптастыру кезінде депутаттар да белсенді осыған араласуларыңызды сұраймыз жаңағы мәселелерді. Сондықтан басқа ұсыныстар болмаса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс берулерін сұраймыз. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі келесі Қызылорда қаласы СМПК 70 Мөлтек ауданында 320 орынға арналған балабақшаның құрылысы және пайдалануға берілуі мемлекеттік жекешелік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау туралы мәселе бойынша да хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Нұрғали Рахымшаұлы Қордабайға беріледі. Бұл мәселе түске дейін депутаттар назарына талқылаудан өтті. Алдын ала комиссия құрылып 2 рет бұл мәселені талқылағанбыз, өздерің жақсы білесіздер. Депутаттық фракция мен тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында егжей-тегжейлі дағы қаралды. Сондықтан шешім жобасын дауысқа қойсақ қалай қарайсыздар? Онда басқа ұсыныс болмаса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс берулерін сұраймыз. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет сізге. Күн тәртібіндегі Қызылорда облысы әкімдігінің дербес құрамын келісу туралы Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 31 тамыздағы 51 шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысы әкім аппаратының басшысының міндетін атқарушы Әділбек Бөрібайұлы Ерсұлтановқа беріледі. Жоба бойынша дауыс қоюға ұсынамын, себебі қарадық комиссияда келісеміз. Басқа ұсыныс бар ма? Онда шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген әріптестерім дауыс берулерін сұраймыз. Қарсы, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі Қызылорда облысының әкімдігі жанында құқық бұзушылық профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамын бекіту туралы Қызылорда облыстық мәслихатының 2010 жылғы 8 қазандағы шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасауға Қызылорда облысы әкім аппаратының басшысының орынбасары Серік Есеркепұлы Шотаевқа кезек беріледі. Жоба бойынша дауыс қоюға ұсынамын. Бұл мәселеде жаңа түске дейінгі тұрақты комиссияның бірлескен отырысында талқыланды. Жалпы кадрлық өзгерістерге байланысты екен және комиссияның жұмысын жетілдіру үшін керек екендігі сіздерге жеткізілді. Басқа ұсыныс болмаса, шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс берулерін сұраймыз. Қарсы, қалыс жоқ. Күн тәртібіндегі Қызылорда облысының әкімдігі жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның құрамын бекіту туралы Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы шешіміне өзгеріс енгізу туралы мәселе бойынша да сөз Серік Есеркепұлы Шотаевқа беріледі. Құрметті Қуанышбек Досмайұлы, құрметті төраға, құрметті депутаттар. Мемлекеттік мекемелердің атауына өзгерістер енгізілуіне байланысты облыс әкімдігі жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссиясының құрамындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Қызылорда облысы бойынша департаментінің басшысы, Қызылорда облысының ішкі істер департаментінің бастығы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің басшысы, әдеп жөніндегі кеңестің төрағасы лауазымдарын сәйкесінше Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің басшысы, Қызылорда облысының полиция департаментінің бастығы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің басшысы лауазымдары етіп қайта енгізуді ұсынамыз. Комиссия жұмысын күшейту мақсатында
Қызылорда облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің басшысы лауазымын комиссияның мүшесі ретінде енгізу ұсынылады. Сонымен қатар комиссия құрамын оңтайландыру бағытында Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы басшысы лауазымын алып тастау ұсынылады. Рахмет. Сұрақ бола ма екен? Түсінікті ғой, иә? Шешім осы жоба негізінде қабылдансын дейтін әріптестерін дауыс беруге сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. 6-7 мәселе келесі сессияға ұсынылды. Келесі Қызылорда облысындағы жасыл екпелерді күтіп ұстау және қорғау, қалалар және елді мекендерді аймақтарын абаттандырудың қағидаларын бекіту туралы Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 16 мамырдағы 121 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Айдар Сейсенбекұлы Абдуалиевқа беріледі. Бұл мәселе Құрметті төраға, жаңа бірлескен отырыста бұны қаралған, сондықтан сессияға ұсыныс. Басқа сөз бар ма? Онда шешім осы жоба негізінде қабылдансын дейтін депутаттардың дауыс берулерін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Рахмет сізге. Қызылорда облысының әкімдігі жанындағы мемлекеттік рәміздер жөніндегі комиссияның дербес құрамын бекіту туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысы ішкі саясат басқармасының басшысы Талғат Толыбайұлы Махановқа беріледі. Құрметті депутаттар, құрметті кешіріңіз, бұл мәселеде әлгінде тұрақты комиссияның отырысында қаралған болатын, сондықтан бұны бірден дауысқа қоюды ұсынамын. Басқа сөз бола ма? Онда шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс берулерін сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласында облыстық үйлестіру кеңесінің дербес құрамын бекіту туралы Қызылорда облыстық мәслихатының 2013 жылғы 10 шілдедегі шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін сөз Қызылорда облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарлама басқарма басшысының орынбасарына беріледі. Жобаны дауысқа салуға ұсынамын. Басқа сөз бар ма? Онда шешім осы жоба негізінде қабылдансын деген депутаттардың дауыс берулерін сұраймыз. Қарсы қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті әріптестер, сессияға қатысушылар, күн тәртібіне ұсынылған мәселелер қаралып болды. Облыстық мәслихат регламентіне сәйкес қысқа мәлімде немесе хабарлама жасаймын деушілер болса, мінбеден немесе отырған орнынан рұқсат етіледі. Сөз Мұрат Бақтиярұлына беріледі, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты. Құрметті президиум, қадірлі облыстық мәслихаттың депутаттары, біз енді парламент сенатының депутаты ретінде сайлаушылармен жылына кем дегенде 2 рет 3 рет кездесіп жатамыз. Аудандық мәслихат, қалалық мәслихат. Енді бүгін Бекмырза Қайғұлы көміз облыстық мәслихаттың депутаттарымен кездесуге мүмкіндік туды. Осы кездесуді пайдалана отырып, бұған дейін кездесуде облыс әкімі басқа кісі еді, қазір жаңа кісі. Сондықтан да Бекмырза Қайғұлы көміз сіздің жұмысыңызға, Қуанышбек Досмайұлы, осы елдің азаматысыз, ішінде сыртында бәрін жақсы білесіз. Сондықтан да осындағы акиматтың, мәслихаттың, басқа да президент тараптан тағайындалатын ведомстволар бар, басқа да мекемелер бар, солардың жұмысын үйлестіруші ретінде сіздің жұмысыңызға үлкен табыстар тілейміз. Жалпы республикалық бюджетке байланысты бір екі ауыз сөз айтқым келіп отыр. 3 жылдық бюджетті біз бекіттік. 30 триллион теңге көлемінде, жылына 10 триллионнан. Осы 2019 жылға 10 триллион теңге бекітілді. Бірақ сол 10 триллионның енді басым көпшілігі атаулы әлеуметтік көмекке кетіп жатқанын біз айтуымыз керек. Қазір республикада мына бюджеттің дамуы, бюджет развития қазір өкінішке орай төмендеу. Ол барлық облыстарға да өзінің әсерін тигізіп жатыр. Бұл бірінші. Екінші, бір үлкен бір мәселе, осы біздің Қызылордаға тікелей байланысты мәселе, жаңа облыс әкімі де айтып кетті, Байқоңырға байланысты. Байқоңырға байланысты менің алдымда да біраз депутаттар болды, біздің алдымызда да болды, ол кісілер де көтеріп жатыр. Дегенмен де Байқоңырға байланысты 1995 жылдан 2019 жылға дейін 18 рет заң қабылдаған екен. 18 рет бір Байқоңыр қаласына байланысты. Бірақ сол 18 заң қабылданғанмен сол Байқоңырдың мәселесін түкіріп шешкен жоқ. Оған Ресей жағы кінәлі.
Қазақстанның жағы біраз мәселелерді айтады, бірақ Ресей жағы мүмкіншілігі болғанша оны қабылдамады. Байқоңырды неге біз айтамыз? Біріншіден, Байқоңырға төленіп жатқан қаржы мәселесі негізінен ол Қызылорда облысына қалу керек. Ол арендаға берілген жер, ол Қызылорда облысының жері. Қазақстан территориясы тұтас, біз унитарлық мемлекетпіз. Бірақ бюджеттік не жағынан келген кезде ол қаржының біраз бөлігі сол Байқоңырдың айналасындағы Қызылорда облысындағы әлеуметтік салаға жұмсалатын қаржы болу керек. Логика солай. Бірақ өкінішке орай біз үкіметте де тиісті министрліктерде көндіре алмай келатырмыз. Осыған келген кезде шамалы біз тайсақтаймыз. Байқоңырдағы бір үлкен ұтылып жатқан бір мәселе бар. Ол Байқоңырдағы бүкіл Қазақстандағы қалалардың азаматтары өздерінің кезінде 90 жылдар жасалған жаңағы үйлердің жеке жендіріп алды, қаладағы үлкен үйлерді пиктер арқылы. Ал Байқоңыр қаласы осыдан құр қалды. Сондықтан да осы мәселеде үкіметтің алдына біз екі рет көтердік. Көреміз, шешеміз дейді, бірақ келе жатыр. Біздің де ақылымыз жеткенмен амалымыз жетпей жатыр. Үшінші бір мәселе Жезқазған, Қызылорда, болмаса Қызылорда, Жезқазған, Павлодар, Қарағанды, Астана, Павлодар жолы. Бұл жол 2000 жылдардан бері біздің алдымыздағы әріптестеріміз көтерді. Басы басталды, 2000 жылдың басында өкінішке орай қаржыға байланысты, басқа да субъективтік себептерге байланысты тоқтап қалды. Осы жол, мұны Бекмырза Қайыпұлы отыр, осыдан 3 жыл бұрын біз парламентте осыған парламентский слушай тыңдау жасатқанбыз. Сол кездегі министр келген, Қасымбек мырза, келіп, осыны 2017 жылға енгіземіз деген. Ол 2017 жылға енді республикалық бюджетте. Бірақ онан кейін ол бір себептермен 2018-ге қалды. Былтырғы жылда 2019-ға қалды. Биыл бюджетті қабылдаған кезде 2020-ға келді. Біз енді барымыз айтты, бұл қалай? 4 жыл бойы жылдан кетіп бара жатыр. Бұл жол негізгі жол, стратегиялық жол. Бұл тек қана Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облысы емес, бұл орталық Азияны, Өзбекстан мен орталық Қазақстанды байланыстыратын, ары қарай Сібірге шығатын жол. Бұл стратегиялық бағыты бар жол. Енді қазір барғаннан кейін көреміз, бұл 2020-дан да ары қалады деген әңгімелер бар. Тағы бір үлкен мәселе, мына бұл енді тікелей парламент пен үкіметке байланысты мәселе, мына ең төменгі жалақы деген бар. Біз осы 3 жыл бойы көтердік, былтыр 42.500-ге алып келді осы үкімет. Бірақ ол да аз. Мен мысал ретінде айтайын. Евразиялық экономикалық одақ деген одағымыз бар. Сол одақтың несе мен шолу жасасам, Ресейде бұл 149 евро, ең төмен жалақы. Армения, алақандай бір жапырақты елде, $140. Белоруссияда біздің теңгемен шаққанда 52.000 теңге. Украинада азамат соғысы жүріп жатқан 47.500 теңге. Біз соңындамыз, бізден кейін Қырғызстан тұр. Мен мына одаққа кіретін мемлекетті айтып отырмын. Бұл мәселе үнемі көтерілетін болады. Өйткені ертең мұғалімдердің жалақысын, дәрігерлердің жалақысын көтергенмен базалық, мына ең төмен жалақы төмен болғаннан кейін ол көзге көрінбейді, инфляция жеп қояды. Сондықтан да базаны жөндемейінше, негізгі базаны, ең төменгі күнкөрісті жөндемейінше, ең төменгі жалақыны жөндемейінше, ол аналар көзге көрінбейді. Сондықтан да бұл мәселе парламент депутаттарының үнемі назарында болады, үнемі біз оны айтып отырамыз. Сосын тағы бір үлкен мәселе мына ауыл шаруашылығына байланысты. Біз Қызылорда облысы қаласақ та, қаламасақ та, негізі ауыл шаруашылығы облысы қаламыз. Ол жақсы. Ғасырлар бойы солай келе жатыр. Сондықтан да ауыл шаруашылығы болған кезде, оның ішінде суармалы шаруашылық дегенде біздің 100% суармалы шаруашылық. Пуйт деген бағдарлама қабылданды кезінде. Пуйт 1, Пуйт 2, Пуйт 1-де біз үлесімізді аламадық. Пуйт 2-де ептеп үлесті алдық, шамал алдық. Осыны дұрыстап меніңше пайдалану керек. Сосын кейін бір мәселе, мына ауыл шаруашылығындағы мына суармалы жерлердің бір өзінің ерекшеліктері бар, сіздерден жақсы білесіздер. Оның ішінде мына су мәселесі. Оны үнемдеп пайдалану. Қазір маған бізге көршілер көп шығады, судың бағасы көтерілді, бұны не істейміз, қалай қыламыз, не қыламыз деп. Сондықтан да әрине, нарық заманында ол суды бағаны ешкім ұстап тұра алмайды. Ол нарық белгілейтін дүние. Сондықтан да суды үнемдеп пайдалану, суды дұрыстап пайдалану негізгі бірінші тәртіп болып қалады. Екіншіден кредит алу мәселесі. Ең қиын мәселе осы мәселе. Ұзын, длинный кредит алу. Тек біз Қызылорда облысы емес, барлық жерлерде солай кредит алу, ауыл шаруашылығында өте қиын, өте ауыр. Жалпы бизнеске кредит алу қиын, ауыр. Көп ауыл шаруашылығына кепілге беретін мүлікті қабылдамайды банкілер. Біз Айтақанов деген депутат ағамыз болды. Біз үнемі көтеріп келедік.
Казагро деген, толып жатқан Казагрофинанс деген, толып жатқан квазигосударственный секторлар бар. Онда жүздеген адамдар отырады. Олардың айлығы 1,5-2 миллион теңге айлықтары. Біз соның орнына агробанк құру туралы айтқанбыз. Көптеген елдерде агробанк бар. Банк арқылы шешу керек бұны. Банк шешу керек, агробанк. Енді бұл мәселені жаңа президент меніңше біледі. Ол кісі кезінде, спикер кезінде бұл мәселені қолдаған, дұрыс екен деп меніңше келешекте осы ауыл шаруашылығына байланысты бір құрылымдық мына Казагрофинанс, Казагро солардың орнына белгілі бір банк ашылатын шығар деген ойдамыз. Енді мына бюджетті біз жаңа танысып қарап отырмыз. Жалпы облыстың бюджеті жақсы екен, дұрыс екен облыстық бюджеті. Енді бұның ішінде мына өзінің салық түсімдері басқалар қарағанда біз енді басқа облыстармен салыстырамыз ғой. Басқа облыстармен салыстырамыз, соны салыстырмалы түрде қараған кезде біздің мұнайымыз бар шығар, орамыз бар шығар, біршама дұрыс екен. Енді жан басына шаққан жалпы мына регионның деңгейін анықтау үшін сондағы өндірілген өнімнің, жалпы өнімнің жан басына шаққандығымен есептеледі. Ол әлемдік критерий солай. Сонымен қараған кезде біздің облыс бұлай жаман облыстардың қатарына кірмейді. Сол бойынша жақсы. Енді біздің облыстың халқының саны аздау шығар, мына мұнайдан түсіп жатқан қаржы бар шығар, басқалар бар шығар, жақсы. Ең соңғы орындарда қазір Түркістан облысы келе жатыр, Солтүстік Қазақстан облысы келе жатыр. Сондай облыстар бар. Біздің облыс осының орта деңгейінде келе жатыр. Міне осы үнемі меніңше бірінші критерий болу керек. Жалпы енді біздің осы келген себебімізде мынау халықпен елмен кездесу, жалпы байқаймыз халықтың елдің көңілі дұрыс. Баға бірінші кезекте толғандыратын, баға қымбаттап бара жатыр, инфляция бар, оны жоқ деп өтірік айтуға болмайды, инфляция бар, баға көтеріліп жатыр. Тек біздің облыс емес, Қазақстан бойынша баға, өткенде мен базарға әдейі барып қарадым, былтырғы 2018 жылмен салыстырған кезде негізгі азық-түлік бағаларына деген салыстырмалы түрде қараған кезде 15-20% көлемде өскен. 15-20% көлемде өскен 2018 жылмен қарағанда. Әсіресе ет бағалары, күріш, ұн тағыларға. Бұл тек біздің облыс емес, барлық региондарда бұл баға білінеді. Сондықтан да инфляция жоқ деп мемлекет айтуға болмайды. Инфляция бар. Оның инфляциямен күресу енді тікелей үкіметтің жұмысы, үкіметтің өзі ол жағына келгенде регулятор. Жалпы енді мына облыстық мәслихаттың депутаттарына алдымызда үлкен мейрам келе жатыр, Конституция күні. Онан кейін мұғалімдер кеше қатты қуандық. Көптен бері айтылып жеткен мәселе, мұғалімдердің жалақысы, жалпы мұғалімдердің статусы, өйткені ең негізгі кәсіп мұғалімдердің кәсібі ғой. Соларға байланысты президентіміздің аузынан жақсы сөздер шықты. Сондықтан алдымызда мұғалімдер күні келе жатыр. Солардың барлығы құтты болсын. Ең басты елдің бірлігі, ынтымағы, амандығы, жақсылықтарда келсек, рахмет. Ұқсат болсам, Мұрат Бақтиярұлы, сұрақ. Райком Масұрының Байназарова. Ұсынысым бар. Мұрат Бақтияр, сізге әріптес ретінде де өтінішім бар. Расында кеше тамыз мәслихаты өте керемет жақсы мазмұнды өтті. Президенттің берген тапсырмалары, министрдің баяндамасы өте көңілден шығатындай болды. Енді бір мәселе Фейсбукты қайттан шулатып жатқан мына біздің мұғалімдердің кезектен тыс пенсияға шығуына байланысты өсілгілер. Ешкім қазір бұны есебін айтып жатқан жоқ. Менімше, осы әңгімелердің бәрін тыю үшін, ел халықтың бәрін қашан біз 47 я 50 жасымызда пенсияға неге шықпаймыз деген мәселелерді тоқтату үшін, әлде әрқайсысы өзі ойлансын, заң қабылданғанда шыға ма, шықпай ма. Бірақ бүгінгі 47 жасында я 50 жасында пенсияға шыққан мұғалім біріншіден неше жастан бастап пенсиясына ала алады? Себебі бізде заң бар ғой 63 деген, е? Екіншіден қанша мөлшерде алады? Себебі жұмыс істеген 25 жасында, 25 жылында, стажында, ол ондай бір жинақтау қорына көп ақша түсіре алмайды. Түсіре алмай, есептегідей түспейді. Біз бүгін алып отқандай, олар алылмайды, например. Соны бүгін ашық бір министрлік сіздер сауал берсеңіздер сенатор ретінде. Ел халық білу керек, қай жаққа ұмтылып жатыр? Бәрі 25 жастан кейін пенсияға шығайық дейді. Немен қалады? Қанша алады? Бұл мәселе енді сіздер өткенде есіңізде бар ма? Біз мұғалімдермен кездестік, сіздің кабинетіңізде көп мұғалімдер келді. Сол мұғалімдердің берген екі ұсынысы соған енді. Біз ендірдік. Мен сол республикалық комиссияның бір жағымен мүшесімін. Біз сол ұсыныстарымызды енгіздік. Енді ана пенсияға байланысты ол әлі талданатын мәселе. Онда көптеген мәселелер бар. Пенсионный фондтары бар, тағы басқалары бар. Ол енді келешекте шешіледі. Жалпы бұл мәселені екі жақты қарап жатыр да, қазір бір мұғалімдер айтады, біз сол жұмыс ауыр болғаннан кейін біз пенсияға сол 25 жыл, оның ішіне
университетте оқыған стажы да кіреді оның ішінде. 4 жыл стажы, 5 жыл стажы кіреді. Сонда 48-49 жаста шығып кетейік дейді. Бір мұғалімдер айтады, жоқ біз 63-ге дейін істейміз дейді. Бұған келгенде бір тұтас пікір жоқ. Әртүрлі пікірлер бар, әртүрлі көзқарастар бар. Бірақ сонда да осының ортасынан меніңше бір пікір шығарады. Өйткені заң сентябрь айында, қыркүйек айында парламентке келіп түседі заң. Оны қаңтардың 1-іне дейін парламенттің төменгі палатасында, сосын жоғары палатасына жан-жақты талданып, әлде де болса көптеген ұсыныстар болады, солардың бәрі ескеріліп, меніңше көпшіліктің ойынан шығатын мұғалімдердің мәртебесі туралы заң шығады деп есептеймін. Мұғалімнің мәртебесі ішіндегі ең бастысы олардың айлықтары және олардың құқықтық жағынан қорғалуы. Осы екеуі бірінші кезекте тұру керек, приоритет болу керек болса керек. Қалғандары сонан шығатын мәселелер ғой, бірте-бірте. Бірақ ұсыныстарыңызды мен ескереміз. Пенсиясы мардымсыз болады. Соны ашық айту керек бүгін. И соны компетентный органдар айтсын. Рахмет. Басқа сұрақ болмаса, рахмет сізге, Мұрат Бақтиярұлы. Құрметті сессияға қатысушылар. Бекмырза Қайыпұлы. Енді айбеттеңіздер, мен бір мәселені назарларыңызға салғым келеді. Өздеріңіз білесіздер, енді өткен сессияда бізде 80-ші заң қабылдады. Оның ішінде бір рет конституцияға өзгеріс енгізілді, 2 конституциялық заң қабылданды, 7 дербес заң, 24 қолданыстағы заңдарға өзгерістер енгізілді, және 49 халықаралық шарттар ратификация жасалды. Мен бір мәселені естеріңізге салғымыз келеді. Осы өзгерістер енгізілген заңдардың ішінде біріне бірі байланысты Қазақстан Республикасындағы халықты жұмыспен қамту туралы және Қазақстан Республикасындағы халық денсаулығы туралы мәселелерге байланысты өзгерістер енгізілді, бір-біріне байланысты. Бұл мәселе алдағы мына 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру заңы күшіне енеді. Осыған байланысты. Сонда мына жұмыспен қамтуда заңында өзгерістер енгізілгенде өзін өзі қамтыған азаматтар деген категория енгізілді, өздеріңіз білесіздер. Самозанятый деген. Ол бүкіл Қазақстан бойынша 2.800.000 адам деді предварительно. Соны қазір актуализация жасалып жатыр. Мен бұны айтып, сосын енді бірыңғай әлеуметтік төлем деген шықты. Осы кісілерге бірыңғай әлеуметтік төлем төлесе, ол ертең барлық медициналық осы мәжілістің барлық пакетін пайдаланады деген құқық берілді. Бірақ қазіргі бүгінгі күнге сіздердің естеріңізге салып жатқан сол 2800 адамнан, кеше ол 2019-ның 1 қаңтарынан басталды, күшіне енді. Содан 200.000 адам қазір бірыңғай әлеуметтік төлем төлеп жатыр екен. Қалғандар әлі білмейді оны, төлеп жатқан жоқ мысалы. Ертең ол қазақ белгілі ғой, ауырған кезде ғана барамыз. Ол қазір халық осындай заң қабылдап, жеңілдік жасап жатқан кезде осыны пайдалану керек. Бұл елді мекендерде тұратынға жарты айлық есептік көрсеткіш көлемінде айына, қалада тұратындарға 1 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Соны төлесе, ол барлық пакетті пайдаланады. Сондықтан да осы мәселені халықтың арасында әлде де сол, ол енді білмей төлемей жатқандар көп шығар, білмей жатқандар мысалы. Енді біліп отырып төлемейтіндер енді бірің сараң болады бірақ. Соны естімей білмей жатыр ғой деп есептейміз. Жалғыз тек біздің облыста емес, бүкіл Қазақстан бойынша 2.800.000 адамның 200.000 төлепті, 72 миллион төлепті, 200.000 адам төлепті қазір мысалы. Сонда қалғаны ертең тыс қалады деген сөз ғой. Осы естеріңізде болса деймін. Рахмет, Бекмырза Қайыпұлы. Бекмырза Қайыпұлы, құрметті Мұрат Бақтиярұлы, Бекмырза Қайыпұлы, бүгінгі күннің өзекті мәселесін көтеріп жатсыздар. Мұрат Бақтиярұлы, жаңа Байқоңыр туралы айттыңыз. Ол мәселені енді ана жолы өзіңізбен бірге Шиелі ауданына барғанда да ұзақ талқыға салдық. Бұл бағытта сіздердің тараптарыңыздан бізге қолдау керек болады. Біз тиісті жаңағы информацияның барлығын өздеріңізге берейік. Сосын жаңағы сіз көтеріп айттыңыз ғой, Қызылорда, Жезқазған, Нұр-Сұлтан трассасы деп. Осы мәселеде бізде енді комплексный план развития бар, Қызылординской области 4 жылға жасалынған. Соның ішінде бізде 21 жылды тұреді. Өткен аптада Нұр-Сұлтан қаласында болғанда премьер-министрде болдым. Осы мәселені мен сол кісіге айттым. Министр индустрии инфраструктурного развития Скляр Мырзаға мені жіберді. Сол кісіде талқыладық біз бұл мәселені. Енді 20-шы жылы бұл мәселені февраль айынан бастап, ақпан айынан бастап қолға аламыз деген әңгімені айтып жатыр. Бірақ енді осының соңынан бізде қалмаймыз, сіздерге де информацияны беріп отырамыз. Енді бүгінгі ең өзекті мәселелердің бірі тағы да біз сол кезде Қырымбек Елеуовичтің кезінде де біз көтеріп жетіп жүргенбіз. Мынау Батыс Қытай, Батыс Европа автомагистралінің Қызылорда, Ақтөбе трассасы бізде 2-ші категория. Соны 1-ші категория көтеру. Енді олардың мағлұматы бойынша бір суткіде 7000 машинадан аспайтын болатын болса, онда біз 2-ші категориядан 1-ші категория көтере алмаймыз дейді. Енді біз айтып отырмыз,
Қызылордаға дейін келген көлік, ол Қызылордадан тағы да қосылып, Ақтөбеге қарай көбейіп кетпесе, ол азаймайды. Ол келіп жатқан анау фуралар Қызылорда қаласында қалып қоймайды, олар көбейеді деп. Енді біз қазір осында келгеннен кейін жаңағы статистикадан информацияны көтерсек, бүгінгі күні Қызылорда бағыты мен Ақтөбе бағытына қарай бір суткіге как раз 7000 машинамен келіп тұр екен, жеңіл машиналардың барлығын қосқанда. Енді осы мәселені біз көтереміз, сіздерге де информацияны берсек, сіздер де осы мәселені сол жақтан көтерсеңіздер. Өйткені осы екі ортада бізде облыс әкімі мен премьер-министрдің арасында меморандум бар. Меморандум бойынша біздің жаңағы авария бойынша жаңағы адамның өлімі несі индикатор өте төмендеп кетті. Соңғы осы бір айдың ішінде 10 шақты адам сонрадан авариядан қайтыс болды. Біз соның барлығын қазір жаңағы хат қылып жазып сөйтіп жатырмыз. Бір данасын сіздерге де берерміз. Осы мәселені бірігіп көтерсек. Жақсы, рахмет. Рахмет, Қуаныш Досмайұлы. Жаңағы Бекмырза Қайыпұлының мәселесі бойынша біз жаңағы аудандарды аралаған кезде жаңа сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс. Бізге осы депутаттардың тарапынан да сіздердің тараптарыңыздан өте үлкен қолдау керек болады. Ауылдық жерге барған кезімізде қазір жұмыссыздық мәселесі ғой, ең басты мәселе бізде жұмыссыздық мәселесін төмендету, жаңа жұмыс орындарын ашу. Ауылдық жерлерде менің байқағаным жұмыссыз деген осы мұндай не жоқ, понятие жоқ. Барлығы жұмыс жасап отыр. Елді мекендерге барғанда, елді мекендердің ішінде жаңа білегінде күші бар, жақсы мықты жаңа предпринимательдер біз былай қылып жатырмыз деп маған түсіндіріп айтып отыр. Жұмыстың барлығы елді мекендерде, ауылдық жерде көктемде, күзде болады дейді. Егісті егетін кезде, сосын күзде астықты жинайтын кезде. Біз сосын 13-ші айлығында береміз дейді. 13 зарплат премиальный, өйткені бұлардың бала шағасының барлығы біздің мойнымызда деп отыр. Ең бастысы басқа жаққа жұмысқа ауысып кетпесе екен деп. Сосын мынандай әңгіме айтып отыр. Барлық жаңағы қыс жаз айларында олар ақшасыз қалмас үшін бүкіл айлығын біз есептеп 12 айға бөліп 80 мың теңгеден айлық беріп отырмыз деп отыр. 80 мың теңгеден жұмысшыларына айлық беріп отыр. Сонда елді мекендерде сондай предпринимательдер бар, шаруа қожалықтары. Енді ондай болатын болса, онда сол шаруа қожалықтарына біз енді барлығымыз бірігіп ескертіп айтуымыз керек. Олар жаңа пенсионный фондына, Райкүл Мансуровна, сіз өте дұрыс көтеріп жатсыз. Енді ертең олардың да пенсияға келген кезде накопительный пенсионный фонд взностары төленбегеннен кейін фондта оларда ақша болмайды. Пенсия деген көзді ашу жұмғанша жетіп келетін нәрсе ғой, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан біз солардың барлығына бәріміз жұмылып, дұрыстап түсіндіріп айтуымыз керек. Сендер мынандай өте жақсы жұмыс жасап жатсыңдар, бірақ енді осыған айлығын заңды түрде беріңіздер деп. Онда тиісті салығы да түседі, әлеуметтік салығы бар, жаңағы жеке табыс салығы бар, жаңағы накопительный пенсионный взносына ақшасы түседі. Ертең ОСМС келеді, ОСМС-ке де ақшасы төленеді. Осы жұмысты бәріміз қолға алсақ, бізде жұмыссыздықтың саны күрт төмендейді. Сондықтан барлығыңызда Бекмырза Қайыпұлы өте дұрыс айттыңыз. Мен қолдаймын, осы мәселені бәріміз жұмылып жасауымыз керек. Жақсы, рахмет. Рахмет, Қуаныш Досмайұлы. Құрметті сессияға қатысушылар, басқа